Сәлем оқырман. Айдана мен Даниярдың тойы қашан болады? Алдындағы сот әлі болмаған екен. Сол үшін де той болмағанын айтты Айдана өз инста желісінде. Көп сұрақтар осы тақырыпта. Негізі қазан айында Даниярдың ата-анасы менің ата-анама Астанаға жол тартпақшы болған. Бірақ шет жағасын естіген шығарсыздар. Қыркүйек айының соңында басыма үлкен сынақ түскен еді. Психикалық тұрғыдан қатты депрессияға түстім. Сіздердің алдарыңызда күліп ойнап жүргенімен шын мәнінде оңай болған жоқ. Әлі де оңай емес. Осы мәселе аман есен шешіліп, өз мәресіне жетсе екен деген бір ғана ой. Сол себепті тойдың қамын ойлауға мүмкіндік те болып жатқан жоқ. Біле берсеңіздер, қыркүйек айында Айдана жол апатында әйел адамды қағып кеткен болатын. Екеуі сотсыз ақ негізі шешейін деген болатын. Бірақ жәбірленуші Айдананың сотынша 30 жыл өткен екен. Сол үшін де Айдана келіспей сотқа берсін деген екен. Айдана менде ондай ақша жоқ десе, жәбірленуші үйінді, мәшинеңді сат, рекламаң бар деп сондай ақша талап еткен екен. Айдана бастапқы тарапқыда көмектесіп, дәрі-дәрмегі мен жеміс-жидегін 100 мың теңгенің көлемінде көмек көрсеткенін айтты. Сот әлі болмады, қалай болады екен? Ойларыңыз қалай? Біреудікі дұрыс, біреудікі бұрыс дей алмаймын. Той күтудеміз, бәрі жақсы шешілсін деген ойдамыз. Ал енді көрермендердің пікірлерін оқып көрейік. Аямау керек, төлесін ақшасын. Рөлде отырып соткамен отырады, желіге салады. Соны көре тұра құқық қорғау органдары штраф салмайды. Айдана не бетімен сотқа бармақшысын, өзің адам қағып, қанша баланың анасын инвалид етіп қойғанымен қоймай сөйлейсің ғой. Дұрыс айтады, көлігінді сатта, бер ақша. Ол сол ақшаңа денсаулығын түзейді. Немесе бұрынғы қалпына келтір. Оны ұятсыз. Құдай сақтасын, адамдар қандай ұятсыз, қатыгез болып кетті. Қайда бара жатырмыз? Жаман сөз қарыңыз, көре алмаушылық, пайдакөнемдік. Айдана жаным, бақытты бол, бәрі дұрыс болады. Ауруханада жатқан азаматша, сіз де тезірек жазылып кетіңіз. Бұл тағдыр, кешірімді болайық. Бәріміздің ұл қызымыз машинада. Бір Құдайға тапсырып отырамыз. Кейбір адамдар Айдананы сонша жек көреді, неге? Сіздерге бірдеме істеп қойды ма? Иә, минустары бар, айтыңдар, тек қарғамандар. Ол да біреудің қызы, немересі, суиттісі, әріптесі, досы. Өте білімді азаматша. Дейді көрермен, сізде жаза кетіңіз пікіріңізді.